Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сәкен Сейфуллин атындағы номері 7 мектеп гимназиясы. Бастауыш сынып мұғалімі Алдоңғарова Лаура Умарғалиевна. Біз бүгін қазақ тіл сабағында етістік тақырыбымен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім етістіктерді ажыратамыз және мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтаймыз. Яғни бағалау критериялары тақырыбы мен тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын болжаймыз. Сұрақ қою арқылы етістікті анықтауды үйренеміз. Көркем жазу ережелерін сақтаймыз. Ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын сөз таптарын анықтап, сұрақ қоямыз. Алдыларында сөздер беріледі. Мұғалім, оқулық, жақсыл, жылады, 5, сиыр, 46, күлді, күлгін сөздеріне сұрақ қою арқылы сөз таптарын ажыратамыз. Жарайды, жақсы, тексереміз. Зат есім, кім, мұғалім, не, оқулық. Сын есім, қандай, жасыл, күлгін. Сан есім, қанша, 5, неше, 46. Етістік не істеді? Күлді, жылады. Яғни сөз таптарының барлығымен таныспыз. Олай болатын болса, біз қазір етістікпен танысатын боламыз. Етістік дегеніміз заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Яғни біз іс-әрекетті білдіретін сөздерді білдік. Қазір жануарлардың суреттерін көріп тұрмыз, балалар? Жануарлардың суреттері бізге таныс па? Жарайсыңдар. Яғни бұлар үй жануарлары. Біз күнделікті үйде бұл жануарларды көреміз, бұлардан біз әртүрлі тағамдар аламыз, өте жақсы. Май, сүт, құрт, ірімшік, сусындар аламыз, өте жақсы, жарайсың. Қандай сусындар аламыз? Ашыған, өте жақсы. Қымыз, олай болатын болса, балалар, бізде тапсырмада оқу арқылы сөйлемдердің қатесін табайық дейді. Бие мөңірейді, түйе мяулайды дейді. Қой үреді, сиыр қытқыттайды. Ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Ал балалар, қатесін тауып көрейік. Сөздерге сұрақ қою арқылы жануарлардың іс-әрекетін білетін боламыз. Бие не істейді? Өте жақсы, бие кісінейді. Түйе не істейді? Түйе боздайды. Қой не істейді? Қой маңырайды. Сиыр не істейді? Сиыр мөңірейді. Ешкі не істейді? Ешкі бақырады. Ит не істейді? Өте жақсы, ит үреді. Тауық не істейді? Тауық қытқыттайды. Мысық не істейді? Мысық мяулайды. Жарайсыңдар бала. Біз күнделікті жануарлардың іс-әрекетін біледі екенбіз. Келесі тапсырма бізде мәтін берілген. Өте жақсы. Мәтінде тақырып жоқ екен, балалар. Енді біз осы мәтінді оқи отырып, тақырыпты болжайтын боламыз. Олай болатын болса, мәтінді оқиық. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан
түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майы мен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Ал мәтінді болжайық, қандай тақырып деп ойлайсыңдар? Балалар, мәтіннің тақырыбы қайың. Яғни біз қайың туралы айтылған пікірлермен келісеміз, қайың таулы жерлерде өседі екен. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бізде былғары деген сөзге киім, басқа да керекті жарақтарды тігуге арналып өңделген түрі екен. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қолданып, мәтінді көшіріп жазамыз, балалар. Көктем, қар, күн, найзағай, құстар жылы жақтан деген сөздерге тірек сөздерді қою арқылы мәтінді көшіріп жазамыз. Сендерге, балалар, уақыт беріледі мәтінді тексеруге, жазуға. Жарайсыңдар, балалар. Жазып болсақ, тексерейік. Көктем келді. Қар еріді. Күн күркіреп, найзағай жарқылдады. Құстар жылы жақтан ұшып келді. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.